ассалаумағалейкум. Киготты қаншама адам сұрап жатыр. Міне гүлі мынандай болады, уже гүлдеп жатыр екен. Негізі келесі айдың ортасынан бастап гүлдейді. Мынау біз жақта оңтүстік болған соң тез гүлдеп кеткен ғой деймін биыл. Бұның пайдасы өте көп. Даже мынау ресторандарда мен көрдім, жаңағыдай шай қылып беріп жатқандарда қаншама. Бұның ең жақсысы жаңағы давлениені тұрақтандырады. Одан бөлек бұл біз бұны қымыз дайындау үшін жаңағы жуас қымыз, құнан қымыз, анау қымыз, мынау қымыз деген бар ғой. Сол сияқты ысталған қымыз деген түр бар. Қымыздың ең жоғары сорты білетін болсаңыздар, ол ысталған қымызды көбеге осы именно киготымен ұстап барып дайындайды. Ішкен кезде киготтың дәмі емес, иісі шығады. Сіздер білесіздер ме оның қандай күшті болатынын? Солай біз өзіміз осыған пайдаланамыз. Бұны басқа да шай қылып сұрап жатқандар бар. Олар келесі айда айтсаңыздар, сол кезде отправить етеміз, салып жібереміз. Мынау кигот жайында басқа да білетіндеріңіз болса, комментарийге жазыңыздар, және де туыстарыңызға тарқатыңыздар.